Мен Ержан Қызаминаш, Қызылорда облысы Шиелі ауданы номер 150 Шахмардан Есен атындағы мектеп-лицейінің 5-ші сынып оқушысымын. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырған тұлға. Ол 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының аумағында дүниеге келген. Әкесінен ерте айырылған ол, атасы Балқожа бидің қолында тәрбиеленді. Ыбырай бала кезіне бастап білімге және өз бетінше оқып білуге бейім екенін байқатты. Көп оқыды, алған білімін өз халқының пайдасына асыруға талпынды. Сол мақсатта қазақ балаларына арналған алғашқы мектепті де 1864 жылы Торғай уезінде ашып, оған 14 баланы қабылдапты. Одан кейінгі жылдары қазақ қыздарына арнап мектеп ашты. Қазақ хрестоматиясын жазып, балаларды білім алуға шақырды. Оқулықтағы бала ұғымына сай, мысалдары мен әңгімелері оқырманын еңбек етуге, жалқау болмауға шақырды. Солардың бірі Атымтай Жомарт әңгімесі. Атымтай Жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын үстіне, бір мезгіл үстіне қысқым киім киіп, отын кесіп, шөп тасып жұмыс қылады екен. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады дейді. Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар. Ақша, тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйтіп тұрып, өз басыңызды кемшілікке салып, жете алмаған жаршылау отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мағынасы не? Деп Жомарт айтты дейді. 4 түрлі себеп бар. Әуелгісі әдемі ат, асыл киім. Асқан дәулетті өне бойы әдет етсең, көңілге жел кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшалардан жиреніп, көз салмай, кем-кетікке жәрдем беруді ұмыттырамын деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып, мен жұмыс қылсам, оның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын өз бетімнен тапқан 1-2 пұлға нан сатып алып, жесем де, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, көпсін өзім ішіп-жеп тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын деді. Ол әңгімеден менің ұққаным, Атымтай сияқты 4 тағдырны әр адам өзіне үлгі етсе, ішкен жегені бойына жұғып, бір жағынан денсаулығы да жақсы болады, екінші жағынан әлеуметтік жағдайы да жақсарады.